Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Қарағанды облысы бойынша департаменті 2016 жылы арнайы мониторинг құрылған. Олар жылда әр саланы тексеріп, бақылап талдайды. Айтуларынша, ережені ескермейтін деректер жетерлік. Бір ғана жатақхананы тексеру барысында бірқатар кемшіліктер анықталған. Көп жатақханаларда студенттер емес, басқа адамдар тұрып жатты. Шет елден келген қонақтар болды, және де мұғалімдер тұрып жатты. Сол жатақханаға адамдар студенттер орынға жете алмай жүрді. Жаңағыдай мұғалімдерге тұруға рұқсат берген жағдайлар болды. Бір екіншіден кейбір жатақханалардың ішінде мысалы жаңағыдай тренажерный зал деп нетіп қойған, кухняның ішіне істеп қойған. Осының барлығы біз жүрген тексерістен кейін таяу арада жойылып, бүкілі қайра қалыпқа келтірілді. Қазіргі бұл комнаталарда студенттер тұрып жатыр. Темір жол билеттерін сатып алуда да бірқатар бармақ бастылық орын алады екен. Мәселен, кассада билет болмаса, тұрғындар делдалдар қызметіне тәуелді. Олар жол ақысынан 2 есе қымбатқа сатады. Бұл бүгінде қалыптасқан үрдіске айналған екен. Арнайы мониторинг топ анықталған кемшіліктерді тиісті органдарға жіберген. Емханаға барған кезде халық өз жаңағы заңды аясында көрсетілген қызметтерді өздері аламайды болып шықты. Өйткені мысалы жаңағы ақысыз дәрі-дәрмектердің өздері мысалы арнайы дәріханалар арқылы жібермей тұр. Мен айтатыным мысалы әрбір қазақстандыққа асханада ас бөлмесінде отырып жаңағы жемқорлық туралы айтып, немесе үкіметті жамандап, немесе мемлекеттік органдарды жамандағанша біріншіден өз-өзінен бастау керек. Бұл кездесу ашық пікір алаңына айналды. Үкіметтік емес ұйымдар мен бизнес өкілдері өз өтініш тілектерін жеткізді. Арнайы мониторинг тобы қол орталық жұмыс істейтінін ескертті. Яғни кез келген тұрғын сан салада парақорлық әрекеттер көріп жатса, 87-122-81-47 телефонына хабарласуға болады. Гүлбақша Ақажанова, Ернұр Жомарт, Роман Капылов, Сарыарқа телеарнасы.